Бүгін біз сіздерді өте қызықты елмен таныстырамыз. Бұл елде құнды қазбалар да, заманауи зауыттар да, құнарлы кен орындары да жоқ. Бастауыш және орта мектептегі білім тегін және әр азамат үшін міндетті болып саналады. Елдегі сауаттылық деңгейі 100%-ды құрайды. Мемлекет өз ақшаларын шығармайды, ал жұмыссыздық деңгейі болса 2,5%. Мұнда әуежайда темір жол көлігі де жоқ. Бар болғаны 200 шақырымдай асфальтталған жолдар салынған. Елде ешқашан армияда қарулы күштер министрлігі де болмаған. Түрме де жоқ, адвокаттар мен олардың қызметіне тыйым салынған. Қылмыс әлемде ең төменгі көрсеткіштердің бірі, 100 мың тұрғынға 154 қылмысты құрайды. Елдегі пошта барлығына тегін. Ел жамбасына шаққандағы туристер саны бойынша Ватиканнан кейін екінші орында тұр. Орташа өмір сүру ұзақтығы 83 жасты құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша ел әлемде Жапониядан кейінгі екінші орында. Өмір сүру ұзақтығының жоғары болуына ең таза ауа және салқын, бірақ жұмсақ климат ықпал етеді. Сондай-ақ барлық жұмыс істейтін азаматтар мен олардың отбасы мүшелеріне тегін сапалы медициналық көмек көрсетіледі. Ел аумағында қаржылық операциялар кез келген валютада жасалуы мүмкін, өйткені мұнда валюталық бақылау жоқ. Территориясының басым көпшілігін таулар, ормандар, өзендер, көлдер мен шалғындар құрайды. Мұнда қоршаған орта қорғалған, табиғатының теңдесі жоқ. Кез келген турист өзін оңай және жайлы сезінеді. Тамаша қызмет көрсету және мейірімді адамдар, бәрі мәдениетті және өркениетті, ол жерден кеткіңіз келмейді. Бұл мемлекет Андорра. Картадан бірінші реттен табу оңай емес. Бұл елдің аумағы өте шағын, небәрі 468 шаршы километрді құрайды. Андорра үлкен көршілері Испания мен Францияның арасында жатыр. Олардың көлемі осы елден 1000 есе үлкен. Кішкентай Андорра барлық жағынан таңқаларлық және тартымды. Мұнда адамдар ұзақ уақыт тұрады, әскер қажет емес, климаты жағымды, ал өмір тыныш және өлшемді. Мұндағы тұрғындар ықшам келеді, тіпті киімінің түсімен де көпшіліктен ерекшеленуді ұнатпайды. Жергілікті пейзажға ғашық болған, көшелі үйлер жарқын жарнамамен жарқырамайды және туристердің белсенділігі тек кешкі уақытта артады. Дегенмен сауда сарапшыларының пікірінше, Еуропадағы ең жақсы бағадағы ең сапалы тауарлар Андоррада кездеседі. Ел салықтан бос аймақ болып табылады. Сондықтан дүкендерде әйгілі брендтердің заттарын Еуропадағы сол дүкендердегіден қарағанда 20-40%-ға арзан табуға болатыны таңқаларлық емес. Андорра өте көрнекті ел болды, әсіресе соңғы жарты ғасырда. 1960 жылдардың өзінде хиппилер, қырғи қабақ соғыстың әскери және ядролық шиеленісуінің ортасында, Америка құрама штаттарында Андорра атты Пиреней князьдігінің бейбіт, бейтарап және демилитаризацияланған саясатын жоғары бағалады. Себебі Андорра жылына қару-жараққа небәрі $4.90 ақша жұмсаған және басқа үлкен елдерге қарағанда қауіпсіз ел болды. Сонымен қатар осы 10 жылдықта Андоррада шаңғы тебуге арналған спорттық нысандардың, қазірдің өзінде салынып жатқан сауда орталықтары мен туризмнің арқасында өмір сүру сапасы айтарлықтай өсті. Қазіргі Андорра князьдігі негізінен туризмнен табыс табады. Бұл оның географиялық орналасуына байланысты болып есептеледі. Ел Пиреней беткейлерінің арасында орналасқан көптеген тау шаңғысы курорттары бар. Әлемге әйгілі Андорра ла Велия курорты Андорра астанасы болып табылады. Андоррада тауарларды экспорттау кезінде көптеген салық төлемдерінің болмауы бағаны төмен деңгейін ұстап тұруға мүмкіндік береді. Бұл саудагер туризміне ықпал етеді. Пайдалы шопинг тек Андоррамен шекаралас, көрші Испания мен Франциядан ғана емес, сонымен қатар Еуропаның басқа елдерінен де қонақтарды тартады. Жер көлемі 467 шаршы метрді құрайтын. Халық саны нәбері 90 мың саналатын ергежейлі мемлекетке жыл сайын 10 миллионнан астам турист келеді. Бұл Андорраны әлемдегі ең туристік елдердің бірі деп атауға мүмкіндік береді. Соңғы 10 ғасырда Андоррада күрделі әскери қақтығыстар болған жоқ. Сондықтан әскерге деген қажеттілік өздігінен жойылды.
Тұрғындар немесе роумингтегі туристер арасындағы сирек кездесетін қақтығыстарды шешуге полицияның өзі жеткілікті болып табылады. Тиісінше, түрмелер мен адвокаттардың қажеттілігі де шамалы. Құрметті көрермен, егер сізге бейнеролик ұнаса, жүректеріңізді аямаңыздар. Бұл бізге ешқандай ақша әкелмей, есесіне, өзге адамдардың көруіне септігін тигізеді. Қазақстанның білім деңгейін бірге көтерейік. Андорра секілді мемлекеттің барын біліп жүрейік. Бұл еліміздің болашағына жағымды әсер ететіні күмәнсіз. Әсерлі Voice-пен бірге болыңыздар. Әлемнің шексіз қырын бірге танайық.